Сәлеметсіздер ме көрермендер. Бүгін сіздермен менің ең сүйікті ғылыми фантастикалық кинолардың бірі «Мен аңызбын» фильміне шоу жасаймыз. Киноның басында телеэфирде отырған бір ғалым әйелдің жүргізушіге қауіпті ісікті толығымен жоя алатын дәрі ойлап таптық деп мақтанып айтып жатқанын көреміз. Сосын кадр 3 жыл алға ауысады. Көз алдымызға адам баласы жоқ қала шығады. Бұл жартылай орманға айналған Нью-Йорк. Сәлден соң қаланың ортасына бас бара жатқан қызыл көлікті көреміз. Су жаңа көліктің ішінде бір еркек, ал жанында Сэм деп аталатын ұрғашы неміс овчаркасы отыр. Екеуі бұғылар тобырдың артынан қуып, ақыр біреу нысанаға алып, артынан білдіртпей еріп, енді көздеп атайын деген сәтінде деп арыстан шыға келеді. Ал арғы жағында басқалары қадамдап келе жатыр. Бұл жолы сәтсіз. Үйіне қайтып кірмес бұрын сыртқа бензин құйып ішке кіріп, кешкі ас әзірлеп, ескі жаңалықтарды естіп жүргенде, тоңазғыш сыртынан оның бәлкім кезінде отбасы болғандығын, өзі әскерде қызмет еткендігін байқаймыз. Сосын кешке қарай итін жуындырып, Боб Марлидің өлеңін көңілді әуендетіп отырған сол еді. Сағаттан мына дауысты естиміз. Еркектің көңіл күйі бірден түсіп кетеді. Сұсты түрмен үйіндегі терезелердің барлығын темірмен тарсылдатып жаба бастайды. Қараңғы түседі. Үй тым-тырыс, ал сыртта үрейлі. Дене түршігерлік түсініксіз бір дыбыстар шыға бастайды. Әлгі екеуі түнді бүркеніп ваннада өткізеді. Сол арада бәлкім осыдан бірнеше жыл бұрын болған оқиғаны көреміз. Еркек асығып, қызы мен әйелін көлікке отырғызып, бір жерге алып барып тастамақшы. Әңгіме барысында адамдарға өте қауіпті вирустың пайда болғандығын, және де ол өте жылдам ауа арқылы тарап жатқандан аңғарамыз. Өзінің ақш әскеріндегі үздік вирусологтардың бірі болғандықтан әйеліне мен қалайда болса вакцина ойлап табуым қажет деп ұрсып келе жатқанда ұйқысынан тұрып жаттығып, тамақтанып үйінің астындағы жертөлеге итін сыртта қалдырып түсіп, өзінің жасап жатқан жаңа антивирусы өзінің жемісін беріп жатыр ма деп пердешені ашып қалса, тышқандардың бұл әрекеттерін көріп еркек басын шайқайды. Оның салған вакциналарының көбісі теріс әсер етіп, кейбіреулері тышқандарды өлтіріп тастағанмен ішінде өзін сабырлы ұстап жүрген біреуін байқайды. 6-шы номерлі тышқанның вакцинасын адамға тексеріп көру керектігін түсінеді. Сыртқа шығып, видеокассета магазиніне келіп, жалғыздықтан шаршаған еркек ең болмаса манекендермен сөйлесейін деп, онда олардың 3-4-еуін қойып, біреуіне шынайы қызға қарағандай әрекет жасап, екіншісіне келіп досты, оны танисың ба деп жауапсыз сұрақ қояды. Ары қарай итімен карта арқылы кезек-кезек үй-жай, маркеттерді аралап, азық-түлік жинап, пәтерлердің бірінен балалар бөлмесін көріп, көзі мөлиіп кеткендей болады. Бензин колонкадан жанармай алып, портқа кіріп, радио арқылы өзін Роберт Невилл деп атап, басқа адамдар да шығып қалар деген үмітпен, мен күніге Нью-Йорктың оңтүстік портына келіп тұрам. Тірі болсаңыздар, байланысқа шығыңыздар деп хабарлайды. Ергіп жүріп, гольф ойнап тұрып, иті бұға байқап қалып, артына түседі. Әйткенмен жануар бір қараңғы ғимаратқа кіріп кетіп еді, Сэм де артынан қуалай кетеді. Еркек көті тілдесе де, амал жоқ. Итін шығарып алу үшін қара түнекке қадам басады. Фонарын жағып, жаймен ары-бері итін іздей бастайды. Кенеттен деген дауыс шығады. Бұғыны біреу өлтірген тәрізді. Еркекті одан сайын үрей орайды. Бәсең дауыспен «Сэм, Сэм» деп шақырады. Жауап жоқ. Фонарын жауып ашып, ары қарай жүруді жалғастырады. Кенеттен жерден қанды байқайды. Қан темпешекпен жалғасады. Ақыры бір тұмсық көрінеді. Бәлкім ит-ау, бұғы екен. Ары қарай жүреді. Жерде толы ақшалар жатыр. Пайдасы жоқ. «Сэм, Сэм» деп жүріп, ұйықтап жатқаны денелерді көреді. Фонарын дереу өшіреді. Ары кетіп, кенеттен итінің дауысын естиді. Кеттік деп еді. Иті бір нәрседен қорқып тұрғандай. Жай артқа. Ит екеуі қара түнекте зыта жөнеледі. Артта шұбырып мутанттар жүгіріп келе жатыр. Иті бір тесіктен шығып кетеді. Еркекке ақыр жабысып, вирусқа шалдыққандар күнге шыдай алмай арғы дүниелік болады. Кейінде солардың біреуін қолға түсіру үшін қақпан құруға кіріседі. Өзінің қанын алып жерге шашады. Қанның иісін сезген қансорғыш көп ұзамай қармағына ілінеді. Шыңғырған мутантты қарумен ұрып ұйықтатады. Оның зарлағанына басқа біреу келіп, бар дауыспен өкіріп, беті көседі, бетін күнге шығарып тұрады. Бұл Невиллді таңғалдырады. Өйткені мұндай әрекеттер ауруларға тән емес. Тұзаққа ілген мутант нұсқасы ұрғаш болып шығады. Ультрафиолетпен тексереді. Денесі күйеді. Ақыры оған әлгі тышқаннан алған антивирусты салады. Оның пульсы нормаға түскендей болып еді.
жан айқайынан кейін әйелдің пульсы сызыққа айналады. Адреналин беретін дәрі салып еді, әйелдің пульсы қайта оралады. Вакцинаның іске аспауы Невилді қатты қапаландырады. Қан сорғыштармен кездесуден кейін кейіпкеріміз вирус оған ауа арқылы да, контакт арқылы да жұқпайтындығын анықтайды. Бірақ ауру жұқтырғандармен контактке түсу оның жан досы Сэмге өте қауіпті. Сондағы еркек өткенде бетін жарыққа шығарып, жан салып айқайлаған қан сорғыштың әрекетін адами қасиеттерден арылып, дерлік жануарға айналғанның әрекет деп қарастырады. Тағы да флешбек. Еркек әйел мен қызын карантинге жабылайын деп жатқан қаладан тікұшаққа мінгізіп ұшырып жіберейін деп жатыр. Адамдар арасында вирусқа шалдығып жатқандар да байқалады. Үшеуін тексеру сәтінде әйеліне вирус бар деп көрсетеді. Бірақ Невил өзінің жоғары қызметінің арқасында қайта тексеруге рұқсат алады. Құрылғы қате көрсетіпті. Өткізеді. Кетер сәтте қызы оған кішкентай итін сыйлап, қолмен көбелек жасап көрсетеді. Қимастықтан ағылған жас еркек қайта оянады. Таңғы аста күн қаншада бататынын қарап отырып, сөйтсе бүгін өзінің туылған күн екендігін байқап қалады. Ал телевизорден мен қалайда болса вирусқа қарсы вакцина ойлап табам деген Невилдің 3 жыл бұрынғы сұхбаты айтып жатқандығын естиміз. Сыртқа шығады. Әдетте күн, әдеттегі радиомен хабарлама жіберу. Бірақ аң аулаудың орнына бүгін балық аулау күні. Мәстірмен итімен әзілесіп қайтып бара жатыр еді, басы бұрылып еді, көз шығып кете жаздайды. Не? Ана жақта бір фигура тұр. Көлігін бұрып басып келеді. Немене? Сайтан алғыр Фред, мұнда не жоғалттың? Видеокассета магазиндегі манекен мұнда қалай тап болған түсінбеген еркек ашудан оған әбден оқ жаудырады. Стоп тебя, Фред! Не болып кеткен түсіне қоймаған кейіпкер жан-жағына бас салып атқылап манекенге жақындап еді, судағы қақпан іске асып, бұл жолы өзі тұзаққа ілінеді. Бас жерге ұрылып талып қалады. Қайта есін жиса, сағаттың тиғылаған даусын естиміз. Күн батып жатыр. Жіпті кесіп, құларда қолындағы пышағы байқаусызда аяғына кіріп кетеді. Көлігіне сүйрелем кетіп бара жатыр еді, алдындағы ғимараттан иттердің дауысы шығады. Тездету қажет. Көп ұзамай қолына 2 итін ұстаған мутант шығады. Олар алға қарай шауып еді, күнге кезігіп тоқтап қалады. Бірақ күннің батуына шамалақ қалды. Күннің соңғы шуақтары жойылып, 3 ит шабуылға шығады. Біреуін атып өлтіргенмен келесісі келіп жабысады. Басқасы Сэмге шабуылдауда. Итінің арқасына зорға тигенде оларды атып өлтіреді. Бірақ байғұс досы таланып, қатты жараланып қалыпты. Үйіне алып келіп, вакцина салып құшағына алады. Бір қараса жүні жаймен түсе бастайды. Көздері қызарып, аузы қансылап жатыр. Бұл енді Сэм емес. Итін қанша жақсы көрсе де амал жоқ. Көзінен жас ағып, тұншықтырып өлтіреді. Мұңға толы түрмен досын көміп, қоштасып, видео салонына келіп, әлгі манекен қызға жақындап, жалғыздықтан шаршаған еркек өтініш, маған сәлем айтшы деп көзі жасқа толады. Бүкілінен баз кешкен еркек түнгі қалаға шығып, әлгі портқа келіп, манекенге топырлап жүгіре кеткен қансорғыштарға аяқ астынан көлігімен басып келіп, неге өле қоймайсыңдар деп қарап кетеді. Бірақ ары-бері соққанымен ақыры көлік аударылып, ішіне мутант кіріп, енді тістейін деген сәтінде артынан ультрафиолет жанып, барлығы тарап кетеді. Есін жия алмай жатқанда бір әйел келіп құтқарып, көзін бір ашса, үйінің мекен жайын сұрастырып жатыр. Еркек ұйқылы ояу түрмен таңға дейін үйге жақындама деп талып қалып, қайтадан отбасымен қоштасып жатқан флешбекке ораламыз. Көзіне жасқа толып үлгермеген сойды, ұшақтар көпірді жарып, топырлаған мутанттар тікұшаққа жабысып, оянған еркек жарасын біреу тігіп, арғы жақта әзірлеп жатқан тамақтың даусын естиді. Қарап қалса, онда оның қызы мен әйелі отыр. Бірақ жоқ, жай ғана көрінді. Кімсіңдер? Мен Анна, ал ол Итан. Біз сені радиодан естіп келдік. Күні бойы портта күттік. Жалпы тірі қалғандардың колониясы Вермонтқа, қауіпсіз зонаға жол тартып бара жатырық. Вирус таулы, суық жерде өмір сүре алмайды деседі. Еркек жоға, ешқандай колония жоқ. Барлық адамдар өліп қалған деп тамағын лақтырып өзіне келу үшін басқа бөлмеге кетіп қалады. Төмен түскенде одан сәл үркіп қалған Анна баласына келіп, не істейді деп тұр еді. Еркек шіректің әрбір сөзін қайталап, өзінің сабырға түскендігін білдіріп, шел бы праздновать освобождение среди друзей. Әйелге рахмет айтып, сонымен қайдан келдіңдер дейді. Әйел, біз Сан-Паулодан кемемен шығып, порттарды аралап жүріп, біреуі вирус жұқтырып алып, барлығы тынды деп түсіндіреді. Сен вирусолог доктор Невил емессің бе? Колонияға тезірек кетуіміз керек дегенде, еркек, жоқ, осында бәрі басталды, осында бітеді. Мен қалайда болса вакцина ойлап табуым қажет деп қарсылық білдіреді. Кейінірек көшеге шығып, өз түскен тұзаққа келіп, бұл мен істеген қақпан. Мутанттар оған ми жетпейді. Олар сүйе алмайды, ойлана алмайды. Жалпы жануар деңгейінде қалып кеткен деп оймен бөліседі. Артынша аквариумға барып, сәл көңіл көтеріп,
лабораторияға аттанып, қызға ұрғашы мутантты көрсетіп, оған дейінгі вакцина салып, бірақ өліп қалған қансорғыштардың суретін байқап қалады. Баланы өзінің қайтыс болған қызы Марлидің бөлмесіне алып келеді. Қыз әдемі ат екен десе, ол Боб Марлидің құрметіне аталған дегеніне, кім? Боб Марли ше? Болмаған соң оның әнін қойып, ол да мен сияқты еді. Бірақ ол әлемді, жамандықты ән арқылы емдеуге болады деп санайтын еді деп, оның әндерінің ол үшін қаншалықты маңызды екендігін түсіндіреді. Терезелік жауып жатқанда, Анна тағы да колония темасын қозғап, бұл Құдайдың жоспары. Құдайға сену керек десе, еркек жер бетінде 6 миллиард бар еді. Көбісі қырылып, олардан 500 миллионы құбыжықтарға айналып, вирусқа шалдықпаған 12 миллион ғана адам қалды. Сондықтан маған Құдай бар, колония бар деп бос сөз айтпа деген сойды бір дыбыс естиді. Әйелге мені үйге қай уақытта алып келдің дейді. Күн шығардау шамасы дейді. Дереу терезеге жүгіреді. Сөйтсе арғы жақта пытырлап, шобап жүгіріп келе жатқан мутанттарды көреді. Сыртта орналасқан ультрафиолеттерді қосады. Сәтсіз құлат тастайды. Болмаған соң үй айналасына қойылған бомбаны іске қосады. Жарылыста мандраж ұстаған еркек Аннаны іздеп жоғары көтеріледі. Бірақ екінші қабатта бір терезені сындырып қан ағып тұрған байқап еді. Біреу оның мойнынан тістеп алған сәтте, екіншісі ары жүгіріп кетеді. Кейіпкерді мойнынан тістеп ары-бері лақтыра бастайды. Бұрағыш тығып алады. Көмектеспейді. Жасын снайперін алып атылайды. Қашып кетеді. Бөлмеде газды атады. Мутант қашып үлгереді. Аннаның бөлмесіне барса, қыз жоқ. Арғы бөлмеде олардың біреуі төбені сындырып жатыр. Анна мен Итан сонда тығылып отыр екен. Білдірмей анау қаруды алуға қажет. Аяқ астынан бала дауыс шығарып қалады. Мутанттың назары аударылады. Еркек жылдам қаруды алып бірнеше атыс жасайды. Қансорғыш өлмей тұрып қатты айқай шығарады. Әлгінің дауысын естіген сияқты. Сыртта тағы топ-топ мутанттар жиналады. Олар өліп тұрып ішке ұмтылады. Үшеуі жертөлеге түседі. Мутанттар жақындап келе жатыр. Кенеттен Анна мен Невилдің бір нәрсе байқап, көздері шығып кете жаздайды. Сөйтсе, әлгі ұрғаш мутант қыз кәдімгідей сауығып, адамға айналып бара жатыр екен. Ол сәтте сәл қалды. Невил, тоқтаңдар, барлығынды емдей аламын. Вакцина табылды деп зарлағанмен, олар еш тоқтай алмайды. Сол мезетте арғы жақтан альфа мутант келіп, қаһарлы түрмен басын қансырап тұрып, әйнекке ұра бастайды. Сосын ол қолмен көбелектің суретін салады. Ұрғаш мутантқа қарайды. Ол осы қызды іздеп келген сыңайлы. Еркек қаруын түсіріп, қызды дәрі тамғызғыштан босатып, Аннаға вакцина қыздың қанында деп табыстайды. Ал дәрден алған қыздың келбеті қайтадан сұрланып кетеді. Анна есікті ашып еді, деп оларды тоқтатады. Қызды алып шығады. Анна есік дереу жауып алады. Мутанттың от көзі Невилден ғашығына ауысып, дереу мұңая түседі. Қызды ояту үшін укол алмақшы болады. Қаншерлер өздерін зорға ұстап тұр. Қызға укол салып, есін жияды. Қос ғашық бір-біріне сезімдерін білдіреді. Невилдің оларда сезім жоқ дегені шын болмай шығады. Мутант оған бір сәтке адами көзбен қарағандай болып, қасындаларға оған тиіспеңдер деген сигнал беріп, барлығы кетіп қалады. Еркектің жүрегі орнына түсіп, мутанттардың бұндай қырын ашқан Невил кезінде эксперимент жүргізген басқа мутанттарға қарап отырып қалады. Таңертең Нью-Йорктан шығып бара жатқан көлікті көреміз. Ішінде көздер сенімге толы кейіпкерлеріміз. Анна радио арқылы сіздер жалғыз емессіздер, үміт үзбеңіздер деген хабарлама қалдырады.